Иә, бүгін біз дәл осындай сөмке қалтаны бірге тігетін боламыз. Қаласаңыздар дорба деп айтыңыздар, қаласаңыздар қапшық немесе мешок та, сумка-мешок. Ал бұл егер де сіздердің балдарыңыз спорттық мектепке баратын болса, не болмаса садикке баратын болса, дәл осындай сөмке тігіп берсеңіз, және де ерекше етіп тігіп беретін болсаңыз, ол сіздің ұлыңызға, қызыңызға ұнайтыны сөзсіз. Ал ендеше бастайық. Каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, бірден тіркеліп алыңыздар. Ал өлшемнен бастасақ. Ең алдымен бізге балаңыздың өлшемі керек болады. Үлкен ересек адамдар болады, және де кішкентай болады. Ал бұл менің 10 жасар ұлыма арналған сөмке. Сондықтан менің сумкам ондай үлкен емес, кішкентай сөмкеше болады. Ұзындығы 84, ал ені 40 сантиметр матадан тіктім. Ал матам болатын болса, менің жаңағыдай плащевка мата, двухсторонний. Және де айта кететін жайт, егер де сіздер үлкенірек қапшық тігетін болсаңыздар, ұзындығын ұзындау етіп ала берсеңіздер болады. Яғни 84-тен ұзын етіп, қаласаңыздар 100, одан да ұзын қылып алуға болады. Және де ескерте кететін жағдай, менде матамның ешқандай да оверлоктау қажет емес, өйткені ол өзі қатты мата, сондықтан мен оны оверлоктамаймын, бірден өлшемдерін көрсете беремін. Демек, матамызды екіге бүктеп, ашық тұрған жағынан жоғарыдан төмен қарай 8 сантиметр өлшеп аламыз, және де 5 сантиметр өлшеп белгілеп қоямыз іш жағынан. Дәл осылай барлық шетінен белгілейміз. Сөйтемізді, матамызды кәдімгідей оң жағын ішке қарата отырып, оң жақтарын беттестіріп, сол жағымен тігіске дайындаймыз. Тігіске дайындаған кезімізде жоғарыдан осы 8 және 5 сантиметрді өлшеп алған жерімізді, ортада 3 сантиметр ол саңылау қалау керек, яғни тесікке біз бау өткіземіз, жіп соған тесік ретінде қалады, ол жерде тікпейміз, яғни жоғарыдан төмен қарай 5 сантиметр тікпелеміз да, одан кейін ары қарай қайтадан 3 сантиметр қалдырып, қайтадан тігеміз. Осылай екі жағын бірдей етіп тігіп аламыз. Сөйтеміз, тігісін екіге қарай аша отырып, түгел ауыз жағын тігіп аламыз. Яғни ішке қарай қаратып, бау өткізетін жерді тігіп аламыз. Мінекей, бізде екі жағының да тесігі дайын, қапшығымыз дайын десек те болады. Егер де сіздерде маталарыңыз басқа түрді мата болатын болса, оны міндетті түрде оверлоктау керек болады. Және енді екінші процесс, ол реверсия қадайтын боламыз. Себебі қаласаңыздар тігістің ішінен прямо жаңағыдай мата қалдырып, жіпті содан өткізетін қылсаңыздар да болады. Ал менде реверсия болғандықтан осындай тесік жасап, арнайы насадканың көмегімен реверсия жапсыратын боламыз. Ең алдымен реверсияның орнын белгілеп алып, сол жерді қиып аламыз. Кішкентай ғана ойып алуға болмайды, өйткені реверсиямыз өте кішкентай. Сол жаңағыдай реверсияның насадкасы сиятындай дәрежеде қиып аламыз. Сөйтеміз, реверсияды осы насадканың көмегімен тарс-тарс еткізіп жапсырып ала саламыз. 1-2 секундтық тірлік. Осымен біздің жібімізді байлайтын жеріміз дайын болды. Ең алдымен қазір менде жіп таққан кезде кішкене жиналып қалатын болғандықтан, бірден ұлымның заказы бойынша сурет салып беретін болдым. Ал мына сызып жатқан ручкам, ол арнайы ақ паста, осындай жаңағыдай қою түсті маталарды сызуға арналған. Ал қолданған краскам, ол Деколаның матаға арналған краскасы, именно осындай. Алла қаласа, қыздар, дәл осы матаға сурет салуға байланысты жаңа видеом шығады. Соны өткізіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алдағы уақытта оны шығаратын боламын. Себебі бұның кішкене өзінің технологиясы бар. Ал мен мына қалтаның бауына арнайы жіп таппалғандықтан, осындай кір жаюға арналған жіпті сатып алып, содан қиып алдым. 74 сантиметр, яғни 100
48 сантиметр болды. 1,5 метр ұзындығы. Соны екіге бөліп, соны осылай екі жағынан, яғни сіз егерде бірінші тесіктен кіргізсеңіз, сол бірінші тесіктен қайтадан шығарасыз екінші ұшын, сөйтесіз де екінші жағындағы тесік қалады ғой, екінші жіпті дәл сол жерден кіргізесіз де, дәл сол жерден қайтадан айналдыра отырып шығарасыз. Сол кезде екі жағынан тартқан кезде біздің қапшығымыздың аузы жабылатын болады. Мінекей, реверсиден өткіземіз дағыны, екі ұшын осылай байлап қоямыз, қатты түйіндеп. Бұл түйіндер үлкен, сондықтан ол біздің реверсимізден шығып кетеді деп қорықпасақ та болады. Ал енді бұл менің ұлыма мектепке барып келгеніне және де өзінің киімдерін салып жүруге дайын болды. Егерде видео ұнаса, лайк басыңыздар және де каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған шебер перизат. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.